жанрын шамын жағып, шаңын қағып, балалар әдебиет сынды балғын әлемнің тереңіне бойлай білген, жас оқырмандар жанын жақсылыққа қайрай білген жалынды жазушы Бердібек Соқпақбаев болса, балалық шақтың балауса күндерін дәл бүгінгідей көз алдыңа әкелер тұғыры биік туынды балалық шаққа саяхат деген болар еді. Бұл шығарманың басты кейіпкері Бердібек қызығы мен қуанышы, қайғысы қатар өрілген балалық шағын еш өзгеріссіз қағаз бетіне түсірген. Апасының мойнына асылып жүрген кездері, жалаң аяқ, ыстық топырақты басып қара кешке дейін еш нәрсе сезбей ойнап жүрген күндері, балалық махаббаты, текестің суы. Бердібектің барлық сыры мен жырына куә болған осы текестің суы еді. Кенеттен Бердібектің басына қара бұлт үйіріледі. Оның анасы жастайына көп қиындық көргендіктен аурушаң болып ерте көз жұмады. Артында Тұрдыбек есімді шарана қалады. Шешем жайлы тарауында жазушы «Әкемді алсаң алықтай, шешемді ғой, шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой» деп әзіл аралас шындықты жайып салады. Сонымен қатар ана қасиетін, ана қадірін, ана құрметін анық көрсетеді. Анасынан айырылғаны Бердібекке өте ауыр соққы болып тиеді. Әр күні сабақтан келгенде анасы бір уыс талқан дайындап қоятын еді. Балалық шаққа саяхат повесі адам өміріндегі ең асыл, ең тәтті кезеңді суреттейтін көркем туынды. Автор өз өмірін шығармаға арқау ете отырып, тұтастай заман шындығын жайып салады. Аса көрнекті қаламгер Бердібек Соқпақбаевтың қай шығармасына үңілсеңіз де адам болсам деген үлкен арманы бар, асқар таудай биік мақсат мұраты бар балғын кейіпкерлердің тағдыр талқысында талай қиыншылықтарды бастан кешіп барып есейіп, ер жеткен, шыңдалып қалыптасқан қайсарлығына тәнті боламыз. Әр адамның қызыққа толы естен кетпес кезі болады. Ол әрине балалық шағы. Күлен, анау күнгі хат есіңде ме? Иә. Ондағы сөздер мағынасын білесің бе? М деген мен, С деген сені, ал С деген сүйем деген сөз. Хат баяғыда шықса. Бұл кітаптың әр тарауында автор заманының қиындыққа толы қатал күндері қисынмен қистырып суреттеледі. Кейіпкер образдарын аса үлкен шеберлікпен суреттеген соншалық, оқып отырып, кейіпкердің көңілді кейпіне еніп күлесің, жалынышты кейпіне еніп жылайсың. Кітаптың әр парағын парақтап танысқан сайын автордың балалық шағына сапар шеккендей боласың. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, повесть өз тақырыбын, мазмұнын жеткілік деңгейде аша білген. Ең бастысы, сахарада сайрандаған қазақ баласының сыпайда сотқар, қылық сынық мінезін дәл мүсіндеген. Қымбатты достар, қазақ әдебиетінің қарымды қаламгері Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат повесін оқуды баршаңызға ұсынамын.